Көп адамдар осы қазақ тілінен басқа тағы бір қандай тілді оқу керек екен деген сұраққа жауап іздейді да. Сөйтіп толғанады. Балаларын мектепке берген кезде жаңағы қосымша тағы қандай тіл оқисыңдар деген кезде енді көбісі орыс тілі соған жүгінеді да. Өйткені бір жағынан Ресей көрші, бір жағынан жиі араласатын. Бірақ шетелге шыққан кезде жаңағы орыс тілі, мысалы басқа елге шыққан кезде басқа орыс тілімен басқа халықпен тілдесе алмайсың да. Өйткені мысалға барлық дүние жүзі ортақ тілде сөйлеседі. Ол ағылшын тілі. Қытай болсын, Жапония болсын, Африка елдерінің халықтары болсын, Америка айтпай-ақ қояйық. Сөйтіп барлық, мысалы Европаға шығып кетсең де, Германияда жүрсең де, сол бәрі ағылшын тілінде сөйлейді. Бірақ бүгін мен мынау тағы да бір аргумент ретінде Википедияға жүгінбекшімін да. Өйткені Википедия деген жаңағы ақпараттардың көзі, мағлұматнама, өте үлкен көп тілді онлайн. Сондықтан соған жүгінсек, мысалы қазақ тілінде небәрі 227 мың тақырып бар. Ол енді осы біздің қоршаған орта өміріміздегі неше түрлі зат туралы жазылғанда жаңағы тарихы бар. Немесе осы біздің заманымыздағы адамдар, немесе жаңағы осы ғалам туралы неше түрлі ақпараттар бар да. Жаңағы планеталар туралы, күн туралы қарай берсең көп, жануарлар туралы деген сияқты. 227 мың ғана. Оған қараған кезде орыс тілі әрине көбірек. 1 миллион 161 мың дана тақырып бар. Енді бүгін мен Википедияға жүгініп ағылшын тілін оқыңдар деп айтпақшымын. Өйткені ағылшын тілінде, енді ағылшын тілі Википедияда оқ бойы озып келе жатыр да. 6 миллион 661 мың тақырыбы бар. Ол деген сөз жаңағы неше тілді оған жаңағы айтып кеткен тақырыптар ғана емес, одан да көп та. Бір ең қызығы, біздің тақырыптар кішкене қысқаша болып, мынандай бір-екі ауыз өтіп кеткен сияқты болса, оларда енді толық мағлұматтар табуға болады. Сондықтан мен бүгін айтарым, ағылшын тілін оқыңдар. Ағылшын тілі шынымен бізге бір жағынан қазақ тіліне жақындау. Өйткені егер қазақ тілінде В деген дауыс жоқ болатын болса, ағылшын тілінде де қазақ тілі сияқты В-ның орнына У деп. Сондықтан мынау Википедияны жазған деп қазақшалаған түрі өте дұрыс, ақылды бір істің бір деп ойлаймын. Бұл бір, содан кейін жаңағы айтып кеткен ағылшын тілі мынау бізге тарихи алыстау кеттік та, бірақ тіл жағынан кішкене көбірек бейім, қазақ тіліне бейімділеу. Өйткені жаңағы көп дыбысынан көрі дыбысы енді көп былай жақындау нәрселер. Сондықтан тағы да айтарым, Википедияға жүгініп мен ағылшын тілін оқыңдар деп отырмын. Мысалы Қытайда, ол да біздің үлкен көршіміз. Қытай тілін оқу керек
әрине ол өте қиын тілдің бірі, өте қиын. Оның жазуы бар, сөйлейтін. Енді мынау фонетика жағынан кішкене оңайлау. Ö деген дыбыстар бар, ң деген дыбыстар, сөйтіп кете береді, жақын өте. Бірақ жазу жағынан келген кезде содан кейін мынау сөйлем құрау жағынан келген кезде өте қиын нәрсе. Сондықтан бұл бір. Екінші жағынан енді мен оқымаңдар деп атқан жоқпын. Енді әр адамға артық білім артық болмайды. Ешқандай ол қоржыныңды басып кете алмайды да. Қоржынында жүре берген дұрыс, әрине. Мейлі Википедияға қайтып оралсақ, Википедияда Қытай тілінде аса озып кеткен жоқ, халық көп болғанмен, бұлардың Википедия тақырыптар саны 1.160.000 соның маңайында. Сондықтан мынау тілдердің тақырыптары санын былай қарауға болады. Осымен осылай.